бауырымыз бар, түркияда ғана бар, бізде қозғалыс. Сіз бағанан бері ертегі айтып отырсыз. Өндіріңіз сіз кім еді? Келіспеймін сізбен. Орында отырып сөйлемеңіздер. Жақсы ма? Мына жерде сіздер сот процесін жүргізуге кедергі келтіріп отырсыздар. Кедергі келтірмей тыныш сот залында тыныштық сақтауды сот ескертеді сіздерге. Жалғастыра беріңіз. Құрметті сот қатысушылар, мен Танудың мейрамханасының өкілі Нұртасбаев Алмаз Бақытжанович. Мына талапкер Мейірман мырза және жаңа Ахмадиев мырза ақпан айында 2025 жылы Танудың мейрамханасына келіп жаңағы сол жерде көрінеу жарнамалардың тұрғанына жаңағыдай қазақ тілінің заңның талаптары бұзылғаны туралы сол мейрамхананың Еркебұлан есімді азаматына кірген кезде отырып жаңағы тұтынушы ретінде ескерту жасайды. Қазіргі таңда Жапон Тануки мейрамханасында барлығы біздің тілдік заңнамаға сәйкес деп сенімді түрде айта аласыз ба? Халық кішкене бір уф десінші. Иә, сенімді түрде айта аламыз. Сырттағын бәрі жаңағы көшелердің 15% деген орысша тұрғанды алып тастадық. Кіреберісте тұрған жаңағы жұмыс кестесі орысша тұрған оны алып тастадық. Сіздің талабыңыз бойынша сол екеуі негізі бар, екеуі де жоқ. Жаңағы жұмыс уақыты қазіргі күнде мына жаңағы өздеріңіз білесіздер, ақпараттар бәрін дайындау үшін оған жеке тапсырма беру керек, реклама агенттігі жасау керек, олар әлі дайын емес, ал бірақ ресторанның ішіне кірген кезде мына жұмыс кестесі ішінде көрсетіліп тұр. Ас мәзірі? Ас мәзірі онлайн өздері келген кезде жаңа онлайн түрде қазақша қағаз түрінде жоқ, онлайн түрде бұл түрде барамыз. Қағаз түрде тапсырма берді, ол дизайн бәрі дайын жоқ, сіздер онлайн түрде көрсетілді ғой. Ол онлайн деген мен сұрап тұрған заң нормасына тура сол сияқты интернет жаңағы бейне роликті қарасаңыздар сразу бұл кісілер сұрайды қазақша мәзір берді. Қазақша мәзірді ол планшетпен береді. Мына жерде қараңыздар. Мен сұрағым олай. Қазақстан Республикасының тілдері толған 21 жылында нақты көрсетті. Мен кірген кезде бір көрген көзіме түскен ақпараттың бәрі ол мемлекет тілі бірінші болды. Яғни сіздерде орыс тіліндегі қағаз жүзінде орыс тілінде ас мәзірі бар, иә? Қазаққа несен айтасыз, бар онлайн көріп ал дейсіз. Жоқ, енді ол қалып тұр ғой енді. Ол туралы сіздердің тараптарыңыздан бұрын тұтынушылар тарапынан ондай ас мәзірін сұрау болған жоқ та. Содан кейін егер болып жатқан жағдайда онлайн түрде болды. Қазіргі күнде оған тапсырыс берілді, шығарылады ол. Яғни мүмкін наурызға дейін берген уәдеңіз орын алған жоқ. Жоқ, сіздің орыс тіліндегі жазбаша әкімшілік берген талаптарыңызда мына екі мәселеге ғана назар аударып бергенсіз. Ол жаңағы жарнама, екі кіреберістегі жаңағы неде екеуін ғана көрнекі ақпарат көзге көрінетін. Жарайды, бұл талабыңыз үшін білдіңіз. Сіз уәде бердіңіз ғой, бағана сөйлеп уәде бердіңіз. Сол ас мәзірі жоқ, менің қазақша жоқ, қазір қағаз жүзінде. Қазіргі мен оны сізге айта алмаймын. Жоқ. Электронды түрде бар. Енді мен оны жазып сөйлеп білмесем, сонда мына кісілер не істейді? Бағана айтып отыр ғой. Бізге жаңағы көрнекі ақпарат жаңағы жарнама кіреберіс есіктен алып тастады. Бұл кісілерге жаңағыдай менен қағаз сұрайын ба? алып тастаған туралы түгел. Жоқ, ас мәзірі. Алып тастап қазақ тілінде қойдыңыздар ма? Жоқ, қазақ тілінде тапсырыс берді. Ол жаңағыдай реклама агенттігі ол дайын емес. Ал ішінде тағы да ішіне ресторанға кірген жерде жұмыс істеу кестесі сол қазақ тілінде жазылып тұр. Оны қазір барып сұрасаңыздар көшеден шықпай-ақ адамдар барып бұл кісілер келді, иә, бұлар менің арызымнан бөлек тілді дамыту комитеті анонистік болғаннан кейін барлық көрген кемшіліктерге түсіндірме жұмысын жібергім келеді. Ас мәзірі туралы сізге айтқан жоқ па? Жоқ, ас мәзірін талабы жоқ, бірақ біз онлайн түрде бар екенін біз көрсеттік. Онлайн түрде бар. Бізде қазақ тілінде көрсетілген. Кім шықты? Кім? Бостандық ауданының сіз шықтыңыз ба? Айтыңызшы, ас мәзірі туралы ескерту жасаған жоқсыздар ма? Жоқ. Қайтадан қазір өтініш түсірейін бе осы жерде? Қайта қарастырамын? Жасалды, оған да түсіндірме жұмыстары жүргізілді, оған ас мәзірі бойынша. Айтып тұрмын жасады. Ол жасайды, ол жігітке мен сенемін. Түсіндіреді, ол бәрі түсіндірген шығар, бір жерге қалып кеткен. Мен талап арызда ас мәзірі туралы болмаған екен, оны мен білген жоқ. Ертеңге келесі сот отырысында мен ас мәзірі туралы мәліметті біліп сол кісіге дайындап берген. Өйткені мен енді тікелей талап арызбен таныстым, талап арыз бойынша мен жаңағы Тануки мейрамханасынан сұрадым, олар осындай деді. Соған байланысты мен қарсы пікір жаздым. Ал тікелей ас мәзіріне келетін болса, ол ас мәзіріне келесі сот отырысында
Ол жайлы мәлімдеме берейін. Жылдап сотасаңыз асында берейін. Бағана жаңа уақытыңызда айтты, бәрі қойды деген болғаннан кейін мен сізге оны түсіндіріп айтып жатырмын. Ал егер ол орындалып қойған болса, мен қазір қалай сіздерге орындалмады деп айтамын. Мен барып оны біліп, содан кейін келесі сот. Қазір мен қазір тағы қарсы тұрамын. Мен барлық заңнамасын неге келтіріп отырмын? Бірінші рет сіздерге бағана 75-63 тармағынан ескерту жасалған кезде, ескерту берді деді. Енді мен тағы түсірген кезде бұлар тағы қайталанып отыр, бір жылдың ішінде бұлар айыппұл салу керек еді. Менің уәжім сол. Ал бұлар орындалмайды. Бізге құзыретті орган ескерту жасалды, түсіндірме жасады. Біз тарапымыздан ол түсіндірме жасады, біз оны алып тастадық. Енді ол біз талап еткеніміз бізге хаттама беріңіздер деді. Әкімшілік іс қозғаған Бұл кісілер бармаса да алып тастап отыр. Жоқ, ол дұрыс еді, жаңа айттым, сіздікі келгенде негіз. Бұл кісілер тарапынан құзыретті орган ретінде түсіндірме берді. Бауырым, неге екенін білмеймін, осы шетелдік мейрамханаларға барсам, егер әкімшілері қазақ болса бар ғой, бізге тырысып тұрып алады. Қытайға бардық біз, Қытайдың азаматшасы келді, Қытайға түсіндірді. Қытай мемлекет алпауытын жазып салған, сонда қалай түсіндірдің? Ана бір күнде ауылдары қанша қаражаты кетіп, сонда бүйтіп айтты ол қазақ. Сен Қытайда тұрасың деді. Қытай мемлекеті деді. Сонда ұйғыр келеді, ұйғырша жасы қойса қалай көретін келеді, ана Қытай тұрып айтты деді. Дұрыс екен болады деді, ауыстырды дейді. Неге сіздерге барған кезде өзі шамдан бізге қарсы шығасыздар? Біз сізге қарсы шыққан жоқ, сіз ана өзіңіз онлайн жазбада бейнематериал көрсеңіз, сіздер айтасыздар. Мынаны қанша уақытта ас мәзірін сұрап тұрмыз. Сол жерде енді ас мәзір жаңағы Еркебұлан деген жігіттің қолында емес қой. Ол барып өзінің жаңағы директорын айтады, директор учредителі, ол жаңағы кәдімгідей бір бюджет Еркебұлан айтты, мен жасамайын дейді. жоқ, сізге жасауым міндетті емес. Сөз айтайыншы, сен кімсің деді. енді мен сіздің бейнематериалыңызды қарап шықтым ғой, сол жерде бір ай уақыт беріңіз дейді. Жаңа Ахмадиев айтады, бір ай емес, 5 күн беремін дейді. Жақсы, бір айда істеген дұрыс қой, келісуші ақпанда бүгін қаншасы. Енді мен талап бойынша ас мәзір туралы ертең келесі сот отырысында біліп беремін. Ол Ыңғайлы бізге қойсын. Ыңғайлы. Ондай болса сот жолында талап етті. Қайталанған алды отырысы 25 жылы 28 наурыз сағат 15:00-де тағайындалды. Жауапкерлігі осындай істі қатар жерінде талап кетіп түсуіне байланысты. Осы режимде ашық сот отырысы келем қатысам, ешкілерге есік ашық, келіп осылай қатысып тыңдауларыңызға болады. Жарияланып алдын ала сот жабылды. Сау болыңыздар. Алсаңыз болады ма? Саған қалай? Сотқа разысыз ба? Ризамын, өте тамаша. Жақсы жүріп жатыр, иә? Бірақ ең үлкен масқарасы қазақтар мен қазақтардың. Сол. Иә, айтарыңыз бар ма? Каким людям мы налог платим? Зарплату платим. Ас мәзір қашан дайын болады бұйырса? Я. Ну, келе. Міне, тіл жанашырлары жиналды бүгін 30-дан астам адам. 28 наурыз тағы жалғасы болады, келіңіздер, қолдаңыздар. Бұл сот, тіл үшін сот.